Сәлем досым, жаңа шолуға қош келдің. Киноның атауын описаниядан көре аласың. Менің видеоларымды 93,8% адам арнаға жазылмай қарайды екен. Егер саған қиындық тудырмаса, арнама жазылып кетсең екен. Бұл каналдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осылай шолуларды үзбей, барынша уақытлы салып отыруға тырысамын. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Ал ендеше шолуымызды бастайық. Болашақта жалғыз болу қылмыс болып саналады. Бұл жерде тірі қалу үшін үнемі екінші жартың болуы тиіс. Адамдар кез келген жерде өзінің қосағымен бірге жүру керек. Әйтпесе оларды заң жүзімен жазалайды. Жұптары қайтыс болған адамдарды бір жерге жинап оларға жұп табуға 45 күн береді. Егер олар осы берілген уақытта жұптарын таппаса, оларды өздері қалаған жануарға айналдырып тастайды. Бірінші кадрда бізге көлікте кетіп бара жатқан әйелді көрсетеді. Есектер жайылып тұрған жерге тоқтап, машинадан шығып есекті атып өлтіреді. Басты рөлдегі жігіт Дэвид архитектор болып қызмет етті. Оның әйелі бірнеше күн бұрын басқа еркекке кетіп қалды. Сондықтан оны ательге әкеліп, жаңа жұп іздеуге уақыт берді. Дэвид бұл жерге өзінің сүйікті күшігімен келді. Ол күшік бұрын оның ағасы болған екен. Ательге орналасу үшін жігіт құжаттарға қол қояды. Бұл жерде ол әйелдермен кездесіп, өзіне сәйкес келетін артықшылықтары бар жұп табуы тиіс. Дэвидтің артықшылығы миопия деген ауруында. Жігіт өзінің әйелімен 11 жыл бойы өмір сүргенін және өзі секілді миопиямен ауыратын жігіт үшін тастап кеткенін айтады. Осыдан соң оны бөлмесіне шығарып салып, ательдің барлық ережелерін айтады. Әйел одан жұп таппаған жағдайда қандай жануарға айналғың келеді деп сұрайды. Ол лобстер деп жауап береді, себебі олар ұзақ өмір сүреді және суда жүзгенді жақсы көремін дейді. Кетер кезінде күтуші қыз жігіттің қолын байлап кетеді, себебі бұл жерде өзін-өзі қанағаттандыруға болмайды. Келесі күні ол таңғы ас кезінде екі жігітпен танысады. Олардың аттары Роберт және де Джон. Одан бөлек көзге бір әйел түседі. Оның үнемі мұрнынан қан кете береді. Және одан бөлек эмоциясыз бір әйел отыр. Таңғы астан соң оларды бір жерге жинап, ерекшеліктер жайлы айтуды тапсырады. Джон аяғы ақсақ екен. Ол жалғыздықтан қасқырға айналып кеткен анасына барғаннан бері осылай ақсаңдайды екен. Ал әйел болса бірнеше күн бұрын қайтыс болып, осында келген көрінеді. Дәл осылай барлығы өз өмірлері жайлы айтады. Одан соң адамдарға өзіне ұқсас жандармен сөйлесуге мүмкіндік береді. Үй кешінде Дэвид мұрны қанайтын қызды шақырады, бірақ та онымен ешқандай сәйкестігі келмейтінін бірден аңғарады. Одан соң оларға қару беріп орманға апарады. Бұл жерде жалғыздықта қашып жүргендерді атады екен. Олар жануарға айналғысы келмей, ательден қашып кеткен жалғызбасты жандар. Олардың қолында қаруға ұйықтататын оқ салынады. Оларды атып, ательге әкеліп жануарға айналдырып тастайды. Егер бір адамды ұстайтын болсаң, ательде тұратын күніңе бір күн қосып отырады екен. Бірінші күні Дэвид ешкімді де ұстай алмайды. Осылай күндері азайып бара жатыр. Олардың ішінде олжасы көп болған эмоциясыз әйел. Ол бір күннің ішінде 10 адамды ұстап берді. Бұлардан бөлек бұл жерде біртүрлі ереже бар. Түнде қызметші қыз еркектерді қоздыру керек. Ондағы мақсаттары ертерек өздерінің жұптарын табуға септігін тигізу. Бір күні Роберт өзін-өзі қанағаттандырып жатқанында ұсталып қалады. Осы тірлігі үшін оның қолын тостерге салып әбден қыздырады. Келесі аңшылықта Дэвид пешене жақсы көретін әйелдің қасына отырады. Әйел онымен сөйлескісі келгенімен, Дэвид әйелге ешқандай да қызығушылық танытпайды. Тіпті төсек қатынасын ұсынса да, жігіт ол ұсыныстан бас тартады. Әңгіме барысында әйел егерде жігіт таппайтын болсам, терезеден секіріп өзіме қол жұмсаймын дейді. Бассейн уақытында ақсақ Джон мұрнын соғып алады. Осыдан соң мұрны қанағандықтан, сәйкесінше қызыға барып, үнемі мұрным қанай береді деп алдайды. Ал келесі кеште екеуі жұп болғандарын жариялайды. Оларды екі жатыны бар бөлмеге ауыстырады. Бірнеше күндер өткесін, печене жақсы көретін әйел өз айтқандай өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болады. Эмоциясыз әйел ол өлгелі қиналып жатқанда ешқандай эмоция білдірмей, жай ғана аяусыз қарап отырады. Дэвидке жұп табуға бір-ақ апта қалды. Сондықтан ол эмоциясыз әйелге келіп, өзін сол әйел секілді көрсетеді. Ешқандай эмоциясыз және өзіне болып жатқан нәрселерге де бәрібір екенін білдіреді. Әйел өзі секілді эмоциясыз адам іздеп жүр екен. Сондықтан ол жігітке қызығушылық танытады. Екеуі біршама уақыт бірге жүреді. Бірде ваннада отырған кездерінде әйел өзін өліп бара жатқандай көрсетіп, жігіттің реакциясын көргісі келеді. Ол болса жай ғана қарап, ешқандай да эмоция көрсетпейді. Осыдан соң екеуі жұп болады. Оларды да екі жатыны бар бөлмеге көшіреді. Оларға жұптар жасайтын барлық істі жасауға рұқсат береді. Олар енді бірге барып, теннис ойнап, асханада бірге тамақтана алады. Олар бірнеше уақыт жұп болады. Бірақ аяусыз әйел төсек қатынасы кезінде Дэвидтің эмоция көрсететінін байқайды. Одан соң ол Дэвидтің күшігін, яғни ағасын өлтіріп тастайды. Дэвид еш эмоция көрсетпейді, бірақ та ол ваннаға барып жылап алады.
Осы уақытта әйел келіп қалып, өтірік айтқаны үшін жігітті менеджерге қарай барады. Бірақ та жігіт ұйықтататын қарумен әйелді атып тастайды. Қызметші қыз бұның бәрін көргенмен ешкімге ештеңе айтпаймын дейді. Ағасын өлтірген үшін оны өлтіріп тастағысы келгенмен, бұл ойынан бас тартып басқа шешім қабылдайды. Ол әйелді жануарға айналдыру бөлмесіне апарып тастайды. Осыдан соң ол бұл жерден қашып кетеді. Орманда келе жатып, жалғыз басты жандарды жолықтырады. Олардың басшысы әйел екен. Ол енді жақсы адамдарды жолықтырдым-ау деп тұрғанында, басшының аяусыз адам екенін байқайды. Ол жалғыз бастыларды жақындасудан аулақ ұстайды. Ондай қатынас болған жағдайда екеуін де жазалайды. Бірнеше күн бұрын жай ғана бір-біріне қырындағандары үшін екі адамның еріндерін кесіп тастаған. Оған барлық ережелерді айтып болған соң топқа қарай апарады. Жалғыз адамдардың бірі қара шашты қызда Дэвид секілді миопия, яғни көз ауруымен ауырады екен. Екеуі бірін-бірі көрген сәттен бастап бір-біріне деген сезімдері ашыла бастайды. Бірақ ереже болғандықтан өзара тек дос ретінде араласа алады. Кешкісін аңдыққа шыққан адамдар келген кезде Роберт Дэвидті ұстап алады. Дэвид өз өмірін құтқару үшін тырысқанымен, Роберттің тек қана 2-ақ күні қалған екен. Сондықтан сені ұстауға мәжбүрмін деп тұрғанында, қара шашты қыз келіп пышақ соғып жігітті құтқарып қалады. Бұл уақытта отель қызметшісі жалғыз бастылардың басшысымен жолығады. Сөйтсе бұлар аңшылап болған кезде үнемі жолығады екен. Қызметші отельде не болып жатқанын үнемі айтып отыратын көрінеді. Қызметші өзінің күйеуіне разы емес, бірақ та жағдайға қарай амал жоқ онымен тұрып жатыр. Осылай екеуі отельге шабуыл жасамақшы. Айына бір рет жалғыз бастылар жұп секілді көрініп, қалаға шығып азық-түлік алып келеді. Бұл жолы басшыдан бөлек қара шашты қыз бен Дэвид шығады. Дэвидтің жалғыз тұрғанын көріп, күзетші келіп, үйлендім деген құжатыңды көрсет дейді. Осы кезде қара шашты қыз келіп, оны құтқарып қалады. Бірнеше уақыт өткесін, жалғыз бастылар шабуылға қамданады. Кешкісін қызметшінің көмегімен ішке кіріп, менеджер мен күйеуін ұстап алады. Олар күйеуіне әйеліңді өлтір дейді. Ол кісіге әйеліге бәрібір болғандықтан қарудың тартпасын баса салады. Бірақ та қару оқталмаған екен. Шабуылдың мақсаты олардың бір-біріне деген еш махаббаттары жоқ. Олар тек қана жануарға айналмас үшін ғана бірге екендіктерін дәлелдеу болды. Осы уақытта Дэвид досына келеді. Ол әйелге Джонның мұрны қанайтыны жай ғана өтірік екенін ашып береді. Осыдан соң жалғыз бастылар шындықты көрсеткен соң бұл жерден кетіп қалады. Бұл күні қызметші қыз да олардың қатарына қосылады. Келесі күндері қара шашты қыз бен Дэвид жақындаса бастайды. Олар бұл топтан қашып кету жайлы ойлайды. Екеуі бір-біріне шынайы ғашық болып, қыз өз сезімі жайлы күнделігіне жазып отырады. Екеуі де енді қашқалы жүргенде басшылары күнделікті тауып оқып қояды. Ол оларға қарсы болмайтынын айтады. Бірнеше күннен соң қара шашты қызды алып көзіңді емдейміз деп ауруханаға келеді. Бірақ та емдеудің орнына көзі мүлде көргізбей тастайды. Орманға қайта қайтқан кездерінде қара шашты қыз бәрін түсініп басшыны өлтіргісі келеді. Бірақ та оның орнына қызметшіні өлтіріп алады. Басшы оны аяп Дэвид екеуін босатады. Әйел басында жасырғысы келгенімен көзі көрмей қалғанын Дэвид түсініп қояды. Қыз сәйкестіктері қалмағандықтан жігіт оны тастап кетеді деп ойлайды. Бірақ та Дэвид онымен бірге болып көмектесемін дейді. Осылай бірнеше апталар бойы олар өзара ұқсастықтарын іздейді. Бірақ та ештеңе де таба алмайды. Дэвид қызбен бірге болғысы келеді. Сондықтан олар басшыны өлтіріп қашып кетуге шешім қабылдайды. Кешкісін оны ұстап қазылған жерге орналастырады. Артынша қабаған аш иттер келіп, басшының сау жерін қалдырмайды. Бұл уақытта жұптар қалаға сай киініп алып қашып кетеді. Олар асханаға келіп орналасады. Дэвид екеуінің ұқсастығы болу үшін көзін ойып тастауға шешім қабылдайды. Бірақ та батылы бармайды. Осылай кино үзіліп, олардың бірге болар-болмасын көрсетпей кино бітіп қалады. Досым, шоу ұнаса арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Келесі кездескенше.